үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Жезқазған қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі Мұқағали Мақатаевтың 95 жыл толуына орай поэзияның асқар шыңы Мұқағали атты челлендж ұйымдастырды. Челленджді оқырманымыз Әлжаппарова Дианаға жолдаймын. Мұқағали Мақатаев үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Поэзияның асқар шыңы Мұқағали атты челленджді Әлжаппарова Дианадан қабыл алды. Мұқағали Мақатаев түйсік. Киген кием асқа ырза күндегі ішкен. Жалықтым-ау, осы бір күн көрістен. Үмітімде үзіліп бара жатыр мына құрғыр манды шай жүрген істен. Не боп барам мен күннен күнге, тіршілікті мәнісі күн керу ме? Йоқтап кетсем маужырап қайтер еді манды талмай ештеңе жүргенімде. Өмір өтіп барады ертең менен. Қайтем оны жанбаған, өртенбеген. Өзімнен өзім бүгін жеркенемін, өмірде еш нәрседен жеркенбебем. Қараймын, өткеніме, жеткеніме, өмірім осылайша кеткеніме. Алдыма ақ қағазы жайып қойып пышырап, құр отырмын теккемне. Жырымда, сырымда, менің кімге керек? Болмады күткен менен бірде дерек. Жан таппай жарық іздеп түнге қарай, мендағы отқа түскен бір көбелек. Осы челленджді Бақытжанқызы Альмираға жолдаймын. Поэзияның асқар шыңы Мұқағали атты челленджді Мөрлібек Фатимадан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев ұян менің. Біздің үй болатұғын осы арада, жататын бұлақ ағып босағада, орны да өшейін деп қалыпты ғой, өтіпті көп уақыт тосамалда. Қазына болмаса да қамбасында, қарық боп отыратын нанға суға, түтінне кернейіне түс шығып, жалғыз үй жарбиятын жар басында. Ескермей тіршіліктің жарақатын, сонда да күн шығатын таң ататын, бар сыйын табиғаттың өзі берген, бізді не керегі не жарататын. Қара орнынан айналдым ұян менің, күмістен мүсініңді құяр ма едің? Әлде қайда аспаннан құлап түссем, аядай босағандай қияр ма едің?